Бұл көптеген адамдарға өмірге деген үміт сыйлаған деректі фильм. Оны шамамен 300 миллион көрермен көрді. Үйленген ер адамдар әйелдеріне бірге көруге кеңес береді. Бұл әлемдегі ең кедей елдердің бірі. Бейжіңнен өткенде Магала есімді ер адам таң атқанда үлкен, мықты ағашты жалғыз өзі табуға бел буып жолға шығады. Себебі бұл оның отбасының жалғыз табыс көзі болған. Магала мен оның әйелі Африкадағы Бейжіңнен алыс емес ауылда тұрады. Онда бүкіл ауыл кедей, ал Магаланың отбасы ең кедейлердің қатарында. Туғаннан бастап, некеге тұрып, балаларының дүниеге келуіне дейін Магала ешқашан үйге иелік еткен емес, ал оның әйелі және балалары әлі күнге дейін осы тозығы жеткен балшық үйде тұрады. Таңқаларлығы, тіпті бұл үйде Магалаға тиесілі емес, олар оны мұқият жалға алған. Түскі уақытта Магаланың әйелі түскі ас дайындайды, ал пеште тек кішкентай, арық, қуырылған тышқан тұр. Олардың түскі асы күннің жалғыз тамағы. Олардың өте кедейлігін көрсетеді. Жалдау ақысы жақын арада төленетіндіктен жұп өз үйлерін салуды жоспарлап отыр. Магаланың 3 баласы болғандықтан 4 бөлмелі үй салып, алма мен апельсин ағаштарын отырғызып, әйеліне үйрек өсіру үшін кішкентай тоған қазып алғысы келді. Бұл идея керемет болды, бірақ шындық қатал болды. Олардың ақшасы отбасының 3 күндік азығына ғана жететін еді. Оларда басқа ештеңеге де жетпеді. Магала алаңдаулы көрінді. Келесі күні таңертең Магала бірінші болып тұрды. Ол құралдарын алып тауға шығып, үлкен ағашты мұқият кесіп тастады. Ағаш өте қалың болғандықтан әдетте мықты Магаланы әлсіз етіп көрсетті. Шөл даладағы таң өте суық және желді болды, бірақ Магала қайсарлық танытпады. Жарты күн бойы ағаштың құлауын шыдамдылықпен бақылады. Ақыры алып ағаш құлап, Магала шаршады. Ол көлеңкеде шаршап отырып, жаққан көміріне жақсы баға алу үшін дұға етті. Біраз уақыттан кейін Магала қайтадан орнынан тұрды. Енді соңғы қадам қалды, діңді ұсақ бөліктерге бөлу. Бұл оңай жұмыс емес еді. Кара жалғыз өзі басқара алмады, сондықтан әйелі мен балалары көмекке келді. Алайда әйелі абайсызда қолын жарақаттап алды. Магала оны тек жұбатып демалуын айта алды. 2 күннен кейін, 2 күндік жалғыз күрестен кейін, Магала ақыры ыдыраған ағаш діңдерін үйіп тастады. Ол оларды топырақпен жауып, тек бірнеше желдеткіш қалдырды. Бұл ең қарапайым көмір пеші болды. Көмір жасау процесі 1 аптаға созылды. Магала күн сайын оны бақылап отырды. Басқа да көптеген көмір жағатындар солай істеп жатты. Ақ түтін айналадағы таулардың барлық жерін дерлік толтырды. Әрбір түтін біреудің көмір жағып жатқанын білдірді. Қаңғыбас тауларға қарап, ол көп ұзамай бүкіл тау жалаңаш күйіп кетеді деп елестетті. Сонда олар не істер еді? Магаланың көзі бос еді, бірақ қазір оның мұндай нәрселер туралы ойлайтын уақыт емес екені анық. Қазіргі уақытта ол тамақ табуға қиналып жүрді және болашақты ойлауға күші жетпеді. Ол салмағы 400-500 фунт болатын осы үлкен ағаштың 10 шақты бөлігін өртеп жіберді. Магала көмірін қалада 50 юанға сатуды жоспарлады, бірақ оның тек тозған велосипеді ғана болды. Сенімсіз болып көрінгенімен, бұл оның жалғыз көлігі болды. Ол бірнеше арқан мен таяқшаны пайдаланып, велосипедке 10-нан астам көмір қапшығын мұқият бекітті. Таң атпай тұрып, Магала әйелімен қоштасып қалаға бет алды. Таңертең топырақ жол қараңғы еді, үлкен жүк көліктері жиі өтіп жатты. Олардың түтіннен қою түтін шығып тұрды. Магала көптеген қауіптерден аулақ болу үшін жол жиегіне жақын ғана тұра алды. 2 сағаттан кейін таң атып, жол беті шұңқырларға толы шынайы түрін көрсетті. Магала бірнеше 100 килограмм жүкті итеріп жіберді, қолдары тамырларға толып кетті. Ол велосипедті үнемі бақылауда ұстауы керек еді, әйтпесе құлап қалса, 100 килограмм көмірді көмексіз көтере алмас еді. Ол ұзақ уақыт табандылық танытты, бірақ содан кейін Магала бұрын соңды болмаған қиындыққа тап болды. Басқаларға оңай болуы мүмкін жұмсақ жоғарғы кереует бірнеше 100 килограмм жүкті итеріп келе жатқан Магала үшін еңсерілмейтін кедергі болды. Магала көзін шошайтып, арбаны төбеге бірнеше рет итеруге тырысты, бірақ сәтсіздікке ұшырады. Ол төбеден шегінгенде көзіне жас алды, бірақ ештеңе болмағандай болып, төмен қарап тұрған сәтте оларды сүртті. Кедейлердің жылауға уақыты жоқ, әйтпесе өмір қатты соққы береді. Ақыры, ерік жігерінің арқасында Магала арбаны төбенің басына итеріп жіберді. Шаршап, жол жиегіне демалуға отырды. Сол сәтте Магаланың батып бара жатқан күнге шомылған бейнесі өте мұңды көрінді. Біраз уақыттан кейін Магала тамақтануға дайындалды. Ауыр дене еңбегіне қарамастан, тамақ бірнеше кішкентай картоптан тұрды. Тамақтанғаннан кейін Магала жолын жалғастырып, ақыры қалаға апаратын басты жолға жетті. Бұл жол бүйір көшелерге қарағанда тегіс болғанымен, арбаның шаңы тыныс алуды мүмкін етпеді. Бірақ шаршаған Магала тоқтай алмады. Ол оны ғана емес, сонымен қатар күйеу мен әке болу жауапкершілігінде итермеледі. Сапарының 2-ші күні Магала ақыры серіктер тапты. Бұл оның жалғыздықты сезінуін азайтты. Алайда бұл адамдар онымен бірге жүргісі келмеді. Магаланың аса шебер емес екенін көріп, олар оны тез арада артта қалдырды. Магала мазасызданды, мүмкіндік бәрінде еді. Ал егер басқалар одан бұрын жетсе, оның көмірі жақсы бағаға сатылмас еді. Біраз ойланғаннан кейін, Магала түнде саяхаттауға шешім қабылдады. Өтіп бара жатқан көліктердің күңгірт жарығында Магала үзік жүріп, 3-ші күні тек күндіз ғана тоқтап, біраз уақыт тоқтауға батылы барды. Бірақ күтпеген жерден апат болды. Өтіп бара жатқан жүк көлігі жылдам өтіп, Магаланы тікелей соғып, оның тұрақта тұрған көлігіне соғылды.
Ол жүгіріп келгенде ол қатты қайғырды. Екі қап көмір жерге шашылып жатты, ал жүргізуші тіпті тоқтаған жоқ. Макаланың жылайтын жері болмады, ал оның қосымша сөмкелері болмады, сондықтан ол тек бақытсыздығына ғана төзе алды. Бақытына орай, бірнеше мейірімді жолаушы оған велосипедін алуға көмектесті, ал 10 минуттан кейін ол сапарын жалғастыра алды. Ол бақытсызды нысанаға алғандай болғанын білмеді. Қалаға жетпек болғанда бір күшті адам оны тоқтатып, 2000 юань талап етті, әйтпесе оған өтуге рұқсат берілмеді. Бұл адамдар кәсіби жол тонаушылары еді. Макаланың ақшасы жоқ еді, және тек баласының ауруын емдеу үшін көмір сатып алу керек деп жалбарына алды. Бірақ күшті адам аяушылық танытпады. Олардың ұраны тіпті ең кедейлерді де тартып алу болды. Макаланың қалталарын тінтіп, ақшасы жоқ екенін анықтағаннан кейін, ер адам серіктесін шақырды. Ол одан көмір салынған пакетті ұрлап алды. Бұл пакет жерде жатқан көмірмен бірге оның бүкіл байлығының 1/4 бөлігін құрады. Макала ащы сезімнен тіл таппады. Осы ауыр сезіммен ол ақыры баратын жеріне, қалаға жетті. Түнде қала қарбалас және хаосты болды, бірақ ол әлі де үміт сәулесін сыйлады. Макала өзін тыныштандыруға тырысып жүрді. Ол әйелінің әпкесінің үйін тауып, сол жерде қысқа уақытқа демалуды шешті. Жеңгесінің отбасы оны жылы қарсы алды, тіпті оның түнеп қалатынына үміттенді, бірақ Макала бас тартты. Үлкен қызы мектепке бару үшін сол жерде қалып қойды, ал ол қызының оны сағынатынынан қорықты. Сондықтан ол кетуге сылтау тапты. Кетпес бұрын, ол қызына сатып алған жаңа аяқ киімін алып, жеңгесінен оны қызына беруін өтінді. Бұл аяқ киімнің бағасы отбасының бірнеше күндік азығына тең болды. Бірақ Макала қарсы болмады. Ол баласының қалада жақсы оқу үшін қолынан келгеннің бәрін жасағысы келді. Ол тек жақсы біліммен ғана қыздың өзі сияқты өсіп, өмірінде көп ақша таба алмайтынын білді. Кемейден кетіп бара жатып, Макала көшеде түнеуді жөн көрді. Таң тез атып кетті. Ол үйден кеткеннен бері 3 күн 3 түн өтті. Макала ақыры қала базарына келді. Көмірге толы арбаны итеріп, ол өте көзге түсті. Көп ұзамай адамдар бағасын сұрауға келді, бірақ Макала саудаласуда шебер емес еді. Ол бастапқыда 5000 болат қасқырды талап етті, бірақ біраз саудаласқаннан кейін, ақыры 1000 болат қасқырдың 2 қапшығын 4500-ге сатты. Бұл 7 юаньнан аз болды. 4500 болат қасқыр шамамен 30 юань болды. Макала бағаға қатты наразы болды, себебі оның бағасы нарықтық құннан төмен болды, ал одан әрі төмендету пайданың одан да азаюына әкеледі. Алайда оның жайбарақат мінезін көріп, бірнеше адам саудаласу үшін оны қоршап алды. Әйелдердің бағаны үнемі көтеруіне тап болған Макала шыдай алмай, ақыры бағаны 2500 болат бөріге дейін түсіріп, бірнеше қап болат бөрі сатты. Ақшаны алғаннан кейін Макала шатыр жабындарының бағасын сұрау үшін құрылыс материалдары дүкеніне барды, бірақ естіген бағасы оны үмітсіздікке батырды. Бір парақ 11250 болат бөріге тұрды. Тіпті көмір арбасын ең жақсы бағамен сатса да, ол тек 2 дана сатып ала алды. Көңілі қалған Макала баласына дәрі сатып алу үшін дәріханаға барды. Иесі бірнеше дәрі-дәрмек ұсынды, бірақ жалпы құны 5000 болат бөрден асты. Макала қатты ашуланды және ақырында ең арзан іс жүргізетін дәріні таңдауға мәжбүр болды. Әке ретінде Макала қатты қиналды. Келесіде кім саудаласа да көмір сатқан кезде, Макала оны бір қапшығын 3500 болат бөріге сатуды талап етті. Бірақ бәрі оның тым қымбат екеніне шағымдана бастады және сатып алуды тоқтатты. Тек бір ғана адам саудаласуға шығып, егер ол оны есігіне жеткізе алса, бәрін 2000 болат қасқырға сатып алатынын айтты. Макала үзілді-кесілді бас тартты. Бұл баға ол үшін тым төмен болды, және ол оны осылай сатпайтын еді. Алайда ер адам оның жауабын естігеннен кейін асықпады. Егер ешкім оны сатып алмаса, ол әлі де жеткізе алатынын айтты. Содан кейін ол Макалаға мекен-жай берді. Макала бұған көп мән бермеді, бірақ қараңғы түскен сайын базардағы адамдар азайып, бағалар туралы сұрайтын ешкім болмады. Макала мазасызданды. Ол шынымен оны сол адамға осылай сатпақ бар еді. Бірақ егер ол оны оған сатпаса, не істей алады? Ақырында көп ойланғаннан кейін, Макала қалған көмірді сол адамға жеткізді. Ақырында барлық көміртегімен азотты сатып алғаннан кейін, Макала бақытты болмады. Ағаштарды кесуден бастап көмірді жағуға және сатуға дейін 20 күннен астам уақыт кетті. Оның ішінде арбасын осы жерге дейін итеріп, 50 миль жаяу жүру керек болды. Ол сол жерде 3 ұйқысыз түн өткізді, бірақ шамамен 200 юаньға тең 30.00-нан аз болат қасқыр алды. Макала үмітсіздікке толы болды, бірақ қазірдің өзінде түн еді. Келесі күні үйге қайтуға күш жинау үшін демалатын орын табуы керек еді. Ол отыратын бұрыш тапты, түн осылай өтті. Таң атқанда Макала арбасын үйіне қарай сүйреді. Көзінде әлі де шаршау, бірақ сонымен бірге үміт пен табандылықтың әлсіз сәулесі көрінді. Оның арманы қарапайым еді, әйелі мен балаларына үлкен емес, бірақ осы кішкентай арманын орындауға жететін үй салу. Ол ешқандай қиындықтан қорықпады, тіпті қолындағының бәрін беруге дайын болды. Макаланың ақшасы болмаса да, оның жүрегі әйелі мен балаларына деген сүйіспеншілікке толы болды. Ол әлемдегі көптеген жұптар мен күйеулерден жақсы еді. Мен Макала бас тартпаса, ақырында өз тілегіне жетеді деп сенемін.